Hey guys, welcome to my car podcast. Сәлем баршаларыңызға, менің машина подкастыма қош келдіңіздер. Бүгінгі көрермен сұраған осы нәрсе, яғни present perfect'ті түсіндіріп кетсеңіз, я? Ағылшын тілінде present perfect деген шақ бар. Ол кішкене өзгеше шақ, себебі ол басқа шақтарға ұқсамайды. Не үшін екенін айтып кетем. Бірақ бастамай тұр, бірінші сіздер лайк басыңыздар, және осы видеоның соңында уже сіздер present perfect қандай шақ екенін, не екенін, қай жерде қолданатынын уже біліп алатын боласыздар. Так что мұқият тыңдаңыздар. Кеттік. Present perfect ол гибрид. Бірінші present perfect'ті түсіндірмей жатып, гибрид не екенін түсіндіріп кеткені дұрыс болады. Гибрид дегеніміз ол яғни екі нәрсенің толық бір нәрсе емес, екі нәрсе, екі система, екі жүйені өзіне қамтитын нәрсені біз гибрид дейміз. Ағылшын тіліне бұл қатысы жоқ. Мысал ретінде сіздерге көліктердің мысалын берейін, иә? Toyota Hybrid деген машина бар, гибрид. Өзінің аты Toyota гибрид. Гибрид ол не үшін гибрид? Ол себебі екі түрлі топливомен қолданылады, иә, сол машинада. Біріншісі ол этанол, иә, неден жүгеріден жасалынатын жанармай. Және кәдімгідей мұнайдан өндірілетін жанармай ол бензин. Сол екеуі бір машинада қолданылады, иә, мен білуімше. Әдетте, мысалы, менің машинам тек қана бензин ғой, мысалы, басқада тек қана этанол. Ал гибридте екеуінде біреусін құйсам болады, екіншісін құйсам болады, солай. Сол секілді present perfect'ті ол гибрид. Не үшін десеңіз, себебі ол екі уақытты қамтиды. Мысалы, present simple ол тек қана осы шақты қамтитын болса, present continuous тек қана осы шақты қамтитын болса, past simple тек қана өткен шақты қамтитын болса, ал present perfect болса, ол өткен шақты да қамтиды. Және осы шақта да бір ықпалы бар. Түсіндіріп кеттік, иә? Сол үшін сізден мысалы ертеңгі күні бала болмаса, басқа present perfect'ті түсінбейтін адам болса, осымен осылай түсіндіргеніңіз дұрыс. Ең бірінші үлкен принципті түсіндіресіз, содан кейін уже детальдарға барасыз. Үлкен принцип не? Ол present perfect гибрид шақ. Өткен шақта да бар, осы шақта да екі шақты байлап тұр, екі шақты ұстап тұр. Басқа шақтарда ондай уникальность жоқ. Басқа шақтар тек осы шақта бола алады, болмаса тек өткен шақта бола алады. Екі шақта болмайды. Ал енді детальдарына келетін болсақ, present perfect ол өткен шақта басталады және осы уақытта әлі де болып жатыр. Ол бірінші жағдай. Мысалы, I have been a teacher for 3 years. Мен мұғалім болғаныма 10 жыл болды. Сонда 10 жыл бұрын басталды әрекет мұғалім болу әлі де жалғасып келеді. Көрдіңіз бе? Сонда бұл present perfect. Бірінші жағдай қолданылатын өткен шақты әрекет басталды, қазір әлі де жалғасып келе жатыр. Болмаса екінші жағдай, өткен шақты әрекет басталды, бірақ жақында ғана сол әрекет бітті. Міне, біз осы екінші жағдайда да present perfect'ті қолданамыз. Қайдадан айтайын? Екінші жағдай қандай екен? Өткен шақты әрекет басталды, бірақ жақында бітті. Мысалы, мен сізден сұраймын, давай кеттік, тамақ жейміз дейміз. Сіз айтасыз, I have eaten. Яғни, мен осы тамақты жақында ғана жеп біттім. 10-15 минут, кеше 1 жыл бұрын емес, 10-15 минут бұрын. Сонда свежий біткен әрекеттерге біз present perfect'ті қолданамыз. Бұл екінші жағдай. Осы екі жағдай ең көп қолданыста жүрген жағдайлар present perfect'ті қолданады. Сол, екі жағдайды түсіндіріп кеттім. Енді сіздерге қалай present perfect'ті құру керектігін айтып кетейін. Have, has көмектесетін етістіктерді қолданамыз. Соған келесі етістік үшінші формадағы етістік қолданылады. Сонда have
болмаса has, have, I, you, we, they мен жүреді. Ал has болса he, she, it мен жүреді. Және осы have, has'дан кейін үшінші формадағы етістік қолданылады. Мысалы, мен тамақ жеп алдым. Мына екінші жағдай. Жақында біткен әрекет. I have eaten болады. I have eaten. Сонда have және eaten үшінші формада. Ate, eat, eaten. Болмаса I have been a teacher. Мен мұғалім болғаныма, мысалы 10 жыл болды. Have және been. Am, is, are, was, were және been болып тұр ғой. Сонда been болады. Сол, осы екі жағдайды сіздерге ең бірінші present perfect'ің ерекшелігін түсіндіріп кеттім. Екі жағдайды түсіндіріп кеттім сіздерге, қашан қолданылатын, ең жиі қайталанатын, және present perfect'ің структурасын сіздерге түсіндіріп кеттім. Сол, бұнда басқа тағы қосымша функциялары бар, бірақ олар уже қалай осыны айтылып кеткен нәрселердің үстінен салынады. Олар уже второстепенный маңыздылық жағына. Оларға басқа әңгіме. Егер де видео пайдалы болса, комментарий жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер және подписаться етіп кетіңіздер. Видео туралы қандай пікірлеріңіз болды, соны жазып кетіңіздерші комментарийда. Ұнады ма, ұнамады ма, пайдалы болды ма, не істеуге болады, идеялар бар ма, жарай ма? Guys, so take care, see you around. Bye.